Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын қызылшадан жасалынатын, қонақтарыңызға да өзіңізге де үй ішіңізге де дайындап бере алатын өте оңай салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен картошка пайымызды дайындап аламыз. Осындай үкіштің көмегімен бірінші картошкамызды үкіштен өткізіп аламыз. Салқын суда 2-3 рет осылай шайып алатын боламыз, крахмалы кеткенше. Одан кейін таза майлықтың үстіне қойып, бір 5 минут 10 минут шамасында жақсылап кептіріп аламыз. Содан кейін ғана кішкене ғана майымызды құйып, картошка пайымызды осылай 3-4 минут шамасында орташа отта пісіріп алатын боламыз. Ал ендеше жасауға кірісеміз. Қызылшамызды осылай соломка немесе кубиктап турасаңыз да болады. Мен соломка етіп турап алдым. Барлық заттарымызды осылай ең бірінші қызылшадан бастап турап алатын боламыз. Бұл салатты 2 әдіспен ұсынсаңыздар болады. Осылай бір-біртіндеп араластырмай қойсаңыздар да болады, немесе бірден араластырып салсаңыздар да болады дастарханға. Мен бірінші осы нұсқасын көрсеттім, араластырмай осылай қойып шықсаңыздар да болады. Одан кейін жұмыртқамызды да соломка етіп турап алатын боламыз. Оны да тарелкамызға осылай қойып шығамыз. Одан кейін тұздалған қиярымызды да соломка етіп турап алатын боламыз. Оны да тарелкамызға осылай орналастырып алатын боламыз. Келесі кезекте бізде осындай консервадағы жүгерілер осылай қойып шығамыз. Майонезді өз қалауыңызша бетіне әсемдеп қойсаңыздар болады. Мен осылай жолақша етіп қойып шықтым. Немесе бірден дастарханға осылай араластырып салсаңыздар да болады. Әсемдеп бірінші осылай салып алып, бетіне кейіннен картошка пайды қойып, картошка пайды саламыз. Одан кейін жүгерімізді де осылай үстінен сеуіп шықсаңыздар өте әдемі болып көрінетін болады. Қонақтарға ұсынсаңыздар. Міне осындай салатымыз қарапайым жасалу жолы, және де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көріп жатсаңыздар комментарийға жаза кетіңіздер.